Бүгін үй жағдайында өте дәмді, хош иісті әрі тойымды кеспе көже дайындаймыз. Бірақ бұл жай ғана кеспе көже емес. Ішіне жұмсақ шырынды тефтили қосамыз. Кеспесі езілмей, тефтилілері жұмсақ болып шығу үшін мен сіздерге өзім қолданатын әдісті көрсетемін. Соңына дейін бірге болыңыздар. Ең маңызды бір кішкентай құпиясын соңында айтамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге отбасымыз жақсы көретін, күнделікті дастарханға да, салқын күндері жылынып ішуге де керемет болатын кеспе көже дайындаймыз. Бүгінгі көжені тефтилимен жасаймын. Тефтили көжеге ерекше дәм беріп, оны одан әрі тойымды етеді. Егер осындай қарапайым әрі дәмді үй тағамдарының рецепті ұнаса, видеоны қолдап, лайк басып, арнама жазылып қойыңыздар. Алдымен тефтилиді дайындап аламыз. Ең бірінші пиязымызды турап, сосын барып ыдысымызға салып, және де үстіне тұз салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Сосын барып фаршымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Осы ұсақталған пияз фаршға шырындылық береді. Енді сорпамыздың пиязын турап, сосын барып картопымызды турап, дайындап қоямын алдын ала. Майымды қыздырып алып, ең бірінші пияз, сосын артынша картопты турап, екеуін бірде араластырамын. Алтын түске енгенше араластырамыз. Сосын барып томат пастасын салып, оны да бірге араластырамыз. Міне, жақсылап қуырылып болды. Енді суымызды құямыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша су құясыздар. Үйдегі адам санына байланысты. Бұл жерде фаршты жақсылап илеу маңызды. Сонда тефтили пісіп жатқан кезде шашылып кетпейді. Сосын кішкентай домалақ тефтилилер жасаймыз. Тефтилиді тым үлкен қылмаймын. Көжеде бір қасықпен кеспе мен тефтилиді бірге алған өте ыңғайлы. Осылай домалақтап алып, ұнға аунатып аламыз. Сорпа қайнаған кезде тефтилилерді біртіндеп салыңыз. Енді ең қызықты кезеңге келдік. Тефтилилерімізді бір-бірлеп көжеге саламыз. Бұл жерде ең маңыздысы, қатты бұрқыратып қайнатпай, орташа отта пісіріңіз. Тефтилилерді салғаннан кейін көжені қатты араластырмаймыз. Алдымен олар пішін ұстап алсын. Міне сорпамыз әдемі болып қайнап жатыр. Мен алдын ала қамырымды иіліп дайындап қойғанмын. Бұл жерде қамырға су қоспайсыздар. Бір жұмыртқаға тұз салып, ұнды салып, араластырып дайындап қоясыздар. Сонда кеспеміз әдемі болып түседі. Осылайша қамырымызды оқтауға орап, ортасынан кесіп, етке кескендей, сосын барып қамырды ораймыз. Сосын барып жіңішкелеп кесіп бастаймыз. Міне, қарасаңыздар, қамырымды турап болдым. Міне көжеміз қайнап жатыр. Міне қараңыздар, тефтилиміз де дайын пісіп тұр. Енді кеспені салу кезеңі келді. Кеспені тым ерте салмаймыз, себебі ұзақ қайнаса кеспе жұмсарып, езілген болып қалуы мүмкін. Міне кеспені салғаннан кейін ақырын ғана араластырып жібереміз. Тұзын тексеріңіз, қажет болса көк шөп қосыңыз. Енді тұзын тексеріп аламыз. Қалауыңызға қарай қара бұрыш, көк шөп қосуға болады. Осы сәтте ас үйдің ішіне сондай керемет иіс тарап кетті. Осындай үйдің қарапайым тағамдарының өзі ерекше жылулық береді. Міне кеспеміз дайын болды. Иісі де қандай керемет. Міне біздің кеспе көжеміз дайын. Қараңыздаршы, тефтилилерді қандай әдемі пісіп тұр. Кеспесі де езілмеген. Сорпасы қош иісті, тефтилисі жұмсақ, кеспесі де дәл өз орнында. Мұндай көжені ыстық күйінде ішсеңіз ерекше дәмді болады. Тефтилидің дәмі көжеге жақсы сіңген. Егер сіз де осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, пікірге міндетті түрде жазып кетіңіздер. Сіздер кеспе көжені тефтилимен жасап көрдіңіздер ме? Міне бүгін біздің тефтили дайын болды. Кеспе
көжеміз осындай болып шықты. Қарапайым рецепт өнімдері де күнделікті үйде болатын заттар, бірақ дұрыс дайындасаңыз өте дәмді әрі тойымды шығады. Егер рецепт ұнаса, лайк басып арнаға жазылыңыздар. Ал келесі видеода тағы да дәмді, оңай әрі үйде жағдайында жасауға болатын рецепт дайындаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Дастарханымыз әрқашан берекелі болсын.